Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 2 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 4 сабақты өтеміз. Оқушылар, бүгін біз сурет саламын деген тақырыппен танысамыз. Кімнің суреті? Әлібектің суреті. Мен сурет саламын, сен сурет саласың, ол сурет салады. Олай болса, жаңа сөздермен танысайық. Кімнің? Сурет саламын, қағаз. Тыңдалым оқылым тапсырмасы. Тыңда, қайтала, оқы. Бұл кімнің суреті? Бұл аттың суреті. Бұл әжемнің суреті. Бұл әкемнің суреті. Бұл анамның суреті. Мен сурет саламын. Сен сурет саласың. Ол сурет салады. Дұрыс айт. Анамның суреті. Әкемнің саласың. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Бұл қағаз. Қағаз ақ. Менің қарындаштарым бар. Мен әкемнің суретін саламын. Сен әкеңнің суретін саласың. Ол атасының суретін салады. Айтылым тапсырмасы. Екінші тапсырма. Бұл кім деген сұрақты қай суретке қоюға болады? Бұл кім? Ол ата. Бұл кім? Ол әже. Бұл кім? Ол әсел. Үшінші тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Мен сурет саламын. Сен сурет саласың. Ол сурет салады. Жаттайық. Түрлі сурет саламын. Ұшталсын деп қаламын. Ер жеткенде күн ертең мен суретші боламын. Мен сурет саламын, бұл менің қарындашым. Олай болса, оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар.